16 ғасыр ұлы жаулап алушылар мен билеушілердің заманы. Евразия даласында жаңа күш, қазақ хандығы пайда болды. Оның гүлденуі бір адамның есімімен байланысты. Ол 7 жұрттың билеушісі атанған, көршілерін қорқытып, халқының құрметіне ие болған Қасым хан еді. Ол қазақтарды бір тұтас ұлтқа айналдырып, мемлекетті әлемдік деңгейге шығарды. Қасым хан деген кім? Қасым хан Шыңғыс ханның ұлы жошының ұрпағы болған Шыңғыс руынан шыққан. Оның әкесі Жәнібек хан болды. Ол Керей ханмен бірге 15 ғасырдың ортасында қазақ хандығының негізін қалаушы болды. Ол өмір сүрген заман қазақ сұлтандары арасындағы билік үшін күрес кезеңі еді. Қасымның нақты туған күні белгісіз. 1445 немесе 1455 жылдар деп болжанады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол ұлысты басқарып Қаратал өзені мен Балқаш көлінің маңында көшіп жүргені белгілі. Керей ханнан кейін қазақ хандығының билеушісі. Оның ұлы бұрындық болды. Ал Жәнібектің ұлы Қасым сұлтан болып қала берді. Жас кезінен ол әскери талантымен, харизмасымен ерекшеленді, жауынгерлерді басқара білді және қазақтарға үлкен әсер етті. Сұлтан Қасымның беделі анасының алыс туысы Мұхаммед Шейбани ханның өзбек әскерлерімен ұзаққа созылған соғыста өсті. Сәтті жорықтар мен мол олжа Қасымды төрелердің қолдауына ие болды. Іс жүзінде хандықтың көп бөлігі қолында деуге болар еді. Бірақ Сұлтан Қасым сақтық танытып, бұрындық ханды биліктен күштеп алып тастауға тырыспады. Тек одан аулақ болды. Интригалар мен күрестерсіз беделі мен ықпалын жоғалтқан бұрындық хан 1510 жылы мемлекеттік басқаруды тастап, қызы тұрған Самарқандқа кетті. Жігерлі және құдіретті Сұлтан Қасым қазақ хандығының билеушісі болды. Қасым хан қашан билік етті? Оның билік еткен жылдары 1510 жылдан өмірінің соңына дейін 1521 жылға дейін созылды. Қасым ханның әйелі Ханық Сұлтан ханым, оның ұлдары Мамаш пен Хақназар және қызы Бұлдыр екені белгілі. Үлкен ұлы Мамаш әкесінен кейін қазақ ханы болды. 1521-1523 жылдары билік етті. Хақназарда 1538 жылы хан болды және 1580 жылға дейін билік етті. Қасым ханның қайтыс болған жылы 1518 немесе 1523-1524 жылдар деп аталады. Хан сарайшықта қайтыс болды. Ол Алтын Орда хандарының пантеонында жерленген. Хан ұлы Мамашқа билік үшін күреспіп халықты азаптамауға, қақтығыстар ұйымдастырмауға өсиет етті. Ол оған күшті тәуелсіз мемлекет беріп, оны дамытуға және өркендетуге, халықтың бірлігін сақтауға бұйрық берді. Қасым ханнан кейін ұлы Мамаштың билігі кезінде ел қиын кезеңді бастан өткерді. Басқа ұлы Хақназардың тұсында ол қайта туылып, өрлеуге қол жеткізді. Қасым хан кезіндегі қазақ хандығының өркендеуі. Қасым хан не істеді? Оның билігі кезінде қазақ хандығының аумағы едәуір кеңейіп, қазіргі мөлшеріне жетті. Мемлекет халықаралық деңгейде танымал болды. Қасым ханның тұсында елдің заңнамалық жүйесі қалыптаса бастады. Қазақ хандығының аумағын кеңейту Қасым хан саясатының басты бағыты оңтүстікте Сырдариядағы қалаларды игеру үшін күрес болды. Олар хандықтың көшпелі аудандарының экономикалық және әскери тірегі болуы керек еді. Олар үшін Мұхаммед Шейбани ханның әскерлерімен ұзақ уақыт күресуге тура келді. 1510 жылы бұл билеуші Ұлытау бөктеріндегі Қасым хан ұлысына жорық жасап, жеңіліп қаза тапты. Осыдан кейін қазақ хандығына Сайрам өңірі, ал көп ұзамай Түркістан өңірінің басым бөлігі өтті. Мемлекет басқа бағыттарда да кеңейе түсті. Оның құрамына 1514 жылы Жетісудың негізгі аудандары кірді. Батыс бөлігінде дағдарысты бастан өткерген Ноғай ордасының бір бөлігі Қасым ханның билігіне өтті. Тарихшы Гүлзада Мұхидинова осы қызметтің нәтижесінде Қасым хан ел тарихында қазақ жерін жинаушы ретінде қалғанын атап өтті. Енді хандықтың шекаралары Жайыққа дейін жетті, Сырдариядан созылып, Ұлытау мен Балқаштан асып түсті. Алғаш рет бір мемлекетте барлық дерлі қазақ рулары мен тайпалары біріктірілді. Мемлекеттің шекаралары қазақтардың қоныстануының этникалық шекараларымен толық сәйкес келді. Ол ойраттармен және өзбектермен күресіп, даладағы қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Қасым ханның тұсында ел халқы 1 миллионнан астам адамды құрады.
Билеушінің өзі Жошы ханның заманынан бері белгісіз осындай атақ пен күшке қол жеткізді. Қасым хан тұсындағы халықаралық қатынастардағы жетістіктер Қазақ хандығы ноғайлармен, моңғолдармен, Қашқариямен, бұрынғы Мұғал хандығы дипломатиялық қатынастар орнатты. Дипломатиялық байланыс орнатқан алғашқы мемлекеттердің бірі Мәскеудің ұлы герцогтігі болды. Қазақтар тәуелсіз этникалық қауымдастық ретінде осы кезеңде Батыс Еуропада танымал болды. Бұған көрші елге келген еуропалық дипломаттардың жазбалары дәлел болды. Бірақ Қасым хан тек қылышпен билеген жоқ. Ол мемлекеттің беріктігі заңдармен қамтамасыз етілуі керек екенін түсінді. Қасым ханның заңдары, Қасым ханның ең үлкен жетістіктерінің бірі Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын заңдар жинағы. Бұл жүйе қазақ көшпенділерінің дәстүрлі әдет-ғұрыптарына негізделгенімен алғаш рет жүйеленіп, ресми түрде бекітілді. Ол әскери қызметтен бастап сот ісіне дейін барлық саланы қамтыды. Оның саясаты Ресеймен, Орта Азия елдерімен және Осман империясымен байланыстарды нығайтты. Қазақ хандығы жай тайпалы одақ емес, толыққанды мемлекет ретінде таныла бастады. Қасым ханның тұсында заңнамалық жүйені ресімдеудің басталуы өмірдің құқықтық нормаларын ретке келтіруге тырысты. Бұл салада қазақтар ежелден әдет-ғұрып пен халықтық тәжірибені басшылыққа алған. Нормалар мен әдет-ғұрыптар Қасым ханның әділ жолы деп аталатын қойманың негізін құрады. Бұл жинақ заң ғылымдарының докторы Рафаил Зинуровтың пікірінше тек әдеттегі құқық нормаларын жүйелеу әрекеті болды. Бірақ бұл жазбаша қалдырылмаған, әдет-ғұрыптармен біріктіріліп сақталған. Олар өмірдің осындай салаларына қатысты. Мүліктік, қылмыстық, әскери, елшілік. Елде кейіннен бұл нормалар дами берді. Олар Есім хан тұсында жетілдірілді, ал Тәуке хан тұсында Жеті жарғы жинағында біржола рәсімделді. Қасым хан ел тарихында елдің гүлденуімен байланысты қуатты билеуші ретінде қалды. Ол жинаған жерлер қазіргі Қазақстанның негізгі аумағына айналды. Бүгінде Қасым ханның есімі тарихта алтын әріптермен жазылған. Ол тек жерді кеңейтіп қана қойған жоқ, мемлекеттің негізін қалады.